ps.kz басқару консолінде аккаунтты тіркеу. Аккаунтты тіркеу үшін ps.kz сайтындағы басқару консолінде оң жақ жоғарғы бұрышта орналасқан Кіру батырмасын басыңыз. Консольде пошта арқылы және сыртқы қызметтер арқылы тіркелуге болады. Электрондық пошта арқылы тіркелуді ұсынамыз. Ал баламалы жол жеткізулерді тіркеу аяқталғаннан кейін қосуға болады. Өзекті пошта мекен-жайын енгізіңіз. Оған қолжетімділіктер, шоттар және хабарламалар келеді. Жалғастыру батырмасын басыңыз. Мекен-жайды қайта тексеріңіз. Егер қате жіберсеңіз, өңдеу белгішесін басып түзетіңіз. Сенімді құпия сөзді ойлап тауып, оны қауіпсіз жерде сақтаңыз. Құпия сөз менеджерін қолдану жақсы тәжірибе. Әрі қарай, сізбен іскерлік қарым-қатынасымызды реттейтін құжаттарды оқып шығуды ұсынамыз. Құс белгілерін қойып, тіркелу батырмасын басыңыз. Поштаға келген кодты енгізіңіз. Растау батырмасын басыңыз. Құттықтаймыз, сіз консольге пайдаланушы ретінде тіркелдіңіз. Әрі қарай, тапсырыстарды рәсімдеу үшін сізге аккаунт тіркеу қажет. Батырманы басып, тексерістен өту үшін телефон нөміріңізді енгізіңіз. Бұл сіздің деректеріңіздің қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін маңызды. Кодты сұратып, оны енгізіңіз. Нөмірді растау батырмасын басыңыз. Енді сіз аккаунт түрін дұрыс көрсетуіңіз керек. Бұл шоттарды дұрыс рәсімдеу үшін қажет. Пайдаланушы әртүрлі тапсырмалар үшін бірнеше аккаунт жасай алады. Жұлдызшамен белгіленген барлық өрістерді дұрыс толтырыңыз. Жалғастыру батырмасын басыңыз. Содан кейін, жеке деректерді өңдеуге келісімді оқып, растаңыз. Және аккаунт жасау батырмасын басыңыз. Жасау бірнеше секундта алады. Құттықтаймыз, аккаунт құрылды. Енді сіз біздің қызметтерге тапсырыс бере аласыз. Бізбен бірге болғаныңызға рахмет.